Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таңғы шуақты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат саласы бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл осы тұста қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныса өтейік. Ақтөбе қалалық мәдениет сарайының атамекен асылым халықтық ансамблінің көркемдік жетекшісі Қарагөз Сағынова ханым және дәл сол топтың мүшелері Кенжебай Ережепов ағамыз және Гүлжан Сатылдина ханым бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Тамаша. Қарагөз ханым, енді атамекен асылым халықтық ұжымымен бір таныстыра өтсеңіз. Саламатсыздар ма, ақтөбеліктер, Ақтөбе облысының халқы, қайырлы таңдарыңызбен деймін. Таң қайырлы болсын, ел тыныш болсын. Енді бүгін телевидениеге шақырып жатырған телевидение бағдарламасына осы бүгінгі қайырлы таңға көп рахмет. Біздердің еңбектерімізді елеп, ардагерлердің осындай халыққа таныстырамын деп жатқандарыңызға. Ал енді қалалық мәдениет сарайының атамекен асылым ардагер аталар мен аналар ансамблі 2018 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Енді ол белгілі қалай құрылғаны. Ақтөбе қалалық мәдениет бөлімінің басшысы сол кездегі Алтынай Юнисқызы Юнисованың қолдауымен және тағы да ардагерлердің сұранысымен, онан қалды Ақтөбе әкімшілігінің облысының осындай сұранысымен құрылған ерлер ансамблі болды. Кейін енді ерлер ансамблін сол дайындық барысында біз әйел адамдарды да аналарды да қосамыз деп өзіміз шешіміз шығарып, сол аналармен қосылдық. Ақыр соңында халықтық атағын қорғағанда екі ансамблінің жетекшісі бір адам, яғни мен болғаннан кейін екі ансамбльді қосып атамекен асылым деген атақты қосып жіберді. Сондықтан атамекен асылым болды. Күрделірек болғасын кей адамдар сұрап жатады, неге осылай деп. Сол тақырыбымыз мына аталарымызға да, аналарымызға да сәйкес келгендіктен осы атты біз таңдадық. Сонымен біз осы құрылдық. Биыл уже 8-ші жылға аяқ басамыз. Сол жылы және 19-ші жылы көктемде біз республикалық байқауға бардық. Өнерліге өріскен деген сол байқауда бас жүлде алып, бүкіл Ақтөбе жұртшылығы әкімшіліктен, қалалық мәдениеттен бізді жақсы оркестрмен күтіп алған. Сол бізге шабыт берді, содан бері біз осындай байқауларға қатысамыз. Енді біздер барған халықаралық көптеген байқауларға бәрінен де бас жүлде алып жүрміз. Енді кешегі жолында қазір қалалық мәдениет үйінің басшысы Нұртас Омарұлы Омаров және қалалық мәдениет бөлімінің басшысы Гүлжайна Қаздуққызы Бесенгалиеваның қолдауы менен осы кісілердің жұмыс жасауға үлкен шабыт бергендігінің арқасында біз Ташкент қаласында өткен үлкен халықаралық байқауға қатыстық. Ол байқаудан біз тағы да бас жүлде алдық, кубок жеңіп алдық. Рахмет. Әрбір ұжым мүшелеріне медальдары, дипломдары, атақтары және көркемдік жетекшіге, яғни маған келесі байқауларда сертификат тапсырылды. Жалпы жол жүруім, жаңағы жатыным, соның бәрі бесплатны ақысыз болу жөнінде. Енді солдан жақсы шабыттанып келді. Өте жақсы. Жаңа шекарадан өткенде де ұжымның ауызбіршілігі, ұжымның тәртібі, түсінігі, санасы үлкен адамдардың сондай маған шабыт береді. Ұжымым өте жақсы, ауызбіршілік ол әсіресе ағалар біздерді жетектеп жүр. Біз ағалардың соңында бір семья сияқтымыз. Отбасында ер адамды жаңағы көтермейтініміз сияқты ағаларымызды біз алдыға салып, сол алдымызда ағаларымыз сөйлесін, ағаларымыз айтсын, ағаларымыз бастасын дейміз. Міне сондай ағалардың бірі міне Кенжебай ағамыз және Әйтеке би қорының мүшесі төрағасы Бекболат Шайманов ағамыз бар. Енді көптеген ағаларымыз, сосын ансамблінің сүйемелдеушісі, ұстаз, республикалық дәрежедегі қай облысқа барайық, сол Мәлік Каликов деген ағамыздың өмірі жаңағы өзінің оқушылары, студенттері тап болып, Мәлік аға деп жатады. Оның бәрі біздерге үлкен қуаныш. Мәлік ағамыз бізге қазіргі таңда өте жақсы жұмыс жасауға мүмкіндік беріп, мені қолдап отыр. Ұжымда қанша адам бар, апай? Ұжымда негізі 18 адамбыз. Енді үлкен кісілер болғасын бір кезде денсаулығына байланысты, бір кезде демалуына байланысты деген сияқты, отбасы жағдайына байланысты келмей қалса да, біздер ансамбльдің дауыстарын жоғалтпай ұстап тұрамыз. Енді дәл осы тұста біздің тікелей эфирімізге келіп түскен қоңырау бар екен. Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Саламатсыз ба? Қайырлы таң. Ұжым мүшелеріне үлкен сәттілік тілеп, денсаулық, бастарына амандық тілейміз. Қарагөз, сізге сұрақ.
жергілікті жердің композиторлары, соның ішінде Айтқұлов Жолдыбайдың амандық болса қараша күні 14-15-інде жаңағы конкурстар өтеді. Осы жастарға тәрбиелік мәні бар өлеңдерді насихаттау жөнінде қалай қарайсыздар? Сіздердің жасаған ізгі істеріңіз, жасаған айтқан өлеңдеріңіз әр адамның басына, табиғатына тәрбие береді. Үлкен шығармашылық табыс тілеймін, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, отбасының мүшелеріне осы бойларыңыздағы жақсы қасиет жұрысты болсын. Ақтау облысының өнерпаздары мәңгі ән мен күймен жүре берсін. Әмин, үлкен рахмет. Дұрыс айтасыз, рахмет сізге. Айтқұлов Жолдыбай аға менің ағаларымның бірі. Осы ағамыздың өлеңдерін былтырда біздің мәдениет сарайы жаңағы жас ұрпаққа үлгі ретінде өзіміздің облысымыздан шыққан, менің ауданымнан шыққан осындай ағамның өнерін, шығармашылығын халыққа танытып отырғанға біз өте қуаныштымыз. Әрине, бұл Айтқұлов Жолдыбайдың әрбір әнінде тәрбиелік мәні бар. Дауыс, ән, қойылымы, музыкасы, әрбір сөзі өте мазмұнды. Сондықтан да ағамыздың шығармашылығын орындап жатырған, тағы да байқауды ұйымдастырып жатқан біздің мәдениет сарайына үлкен алғыс білдіремін. Өте бір тамаша сұрақты қойып қалды, және жастардың қазіргі шынымен де репертуарлары, тыңдауы, қазіргі жастардың бір талғамы мүлдем басқаша деп айтсақ болады. Осы бір сіздердің репертуарларыңызды бір жастарға насихат ретінде қандай дүниелермен толтырып жатырсыздар? Біздер енді біз тек қана концерт қойып жүрмейміз. Мен өзім облыстық әжелер алқасының төрайымы ағасы деп атау керек дейді қазір. Бірақ ағасы деп айту маған келіспейтін сияқты, төрайым деп айтам. Төрайымымын. Барған уақытта осы облыстағы әжелердің жұмыс барысы, осы жаңа алқаның қалай жұмыс жасап жатқаны, жас ұрпаққа қалай тәрбие беріп жатқандығы туралы біз сол кісілермен кездесіп үнемі тәрбиелік жұмыстар жүргізіп жүреміз. Жақында Ойлы ауданында және Байғанин аудандарында болып қайтқанбыз. Халық деген енді залдылық толы біздерге ризашылығын білдірді. Әжелер алқасы жас ұрпаққа керемет әженің тәрбиесін беріп жатыр. Жаңа айтамыз ғой, әже керек, әженің тәрбиесі керек деп, қазақы тәрбие. Сол тәрбиені біздің әжелеріміз облыста жасап жатқаны қуанышты. Біз сонымен қатар облыстардың бірталайын аралап қалдық енді. Осы өзіміздің Батыс Қазақстанның барлығын араладық. Болашақта жұмыс жасап жатсақ, зейнеткерсің, жұмыстан кетіп қал демесе, біз әлі де оңтүстікке қарай шығамыз деген ой бар. Енді Кенжебай ағамыз бар, Гүлжан апай, сіздердің енді осы топта, осы ұжымда болып жатқандарыңызға қанша уақыт болды? Құрылғаннан бері келіп жатырмыз. Құрылғаннан бері ғой, Мен 5 жыл болды. Қатысып көрдім, 5-ші жылға қарап бара жатыр. Енді әріптес, тағы да біздің тікелей эфирге түскен қоңырау бар екен, қабылдап жіберсек. Саламатсыз ба, қайырлы таң. Алло, қайырлы таң. Саламатсыз ба? Иә, қайырлы таң, саламатсыздар ма, жақсылар ма, есіңдер? Мен мынау жаңа қарагөз қарындасыма, мынау азаматтарға көңілім толып отыр. Оларды мен Союздың уақыттан бері білем. Қабақ бәріміз болысы, мен Шалқардамын хабарласып тұрған, мен осы мәдениет үйіне қатысқанмын, сол Алматы Қарағанды дейін жүргенбіз, өлең айтып, оркестрде өмір тартып енді. Қазір енді осы бізде Шалқарда өнерлі ардагерлер шыққандар көп. Соны теңай деп басымыз шайқап ұйымдастыратын дұрыс қарагөз сияқты. Адам болса мұны қабақта кетіп қалды, алып кеттіңдер қабақта. Білесіздер, иә. Осындай бізде болмай тұр енді. Бізде көп еді Шалқарда, білетін шығарсыздар. Сондықтан сіздерге шығармашылық талап тілеймін, өстен өрлей берсін, дендерің сау болсын, отбасыларың аман болсын. Рахмет. Рахмет, үлкен алғысымызды білдіреміз. Шалқарға сәлем жолдап қояйық, барша шалқарлық көрермендерге үлкен алғысымызды. Мына ағамызға мен де рахмет айтқым келеді. Қабақ Науанов деген ағамды ерекше атағым келеді. Ол кісі шалқарлық. Ол кісі біздің Нұрғали Нүсіпжановымыз ғой, біздің ансамбльдің. Ол кісіге мен сценарий жазып жатқанда, кей әндердің авторлары есіме келмей жатқанда, Қабақ аға, қайдасыз, маған мына әннің авторын айтып беріңізші десем, ол ақынын да, композиторын да айтып береді. Дауыс деген Керім Самалтау деген әнді орындайды. Енді ол кісіні біз
профессионал деп айтуымызға болады. Ерекше жақсы көреміз оны. Ерекше жақсы көреміз, сыйлаймыз. Тамаша. Шалқарға да барып жұмыс істер едім, әттең жас келіп қалды. Ештеңе етпейді, әлі де жарып жатсыздар бұйырса. Басқа да үлкен сахналардан өздеріңізді көргіміз келеді. Енді жалпы айтып жатсыздар ғой, ардагерлер құрамы болғаннан кейін, үлкен кісілер болғаннан кейін кейде жаңағыдай іс-сапарларға көп бара беруді қиындап түсіп жатады деп жатасыздар. Енді осы кезде Кенжебай аға, өзіңізге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Ташкент сапары қалай болды? Осы жайында да бір айтып өтсеңіз өзіңіз. Осы айдың, өткен қазан айдың 30-шы қазан күні 2025 жылдың Ташкент шаһарында, Өзбекстанда халықаралық конкурс өтті. Біз сол конкурсқа өз ұжымымызбен толықтай қатыстық деп айтамыз. Сапарымыз сәтті болды. Енді мына Бекболат Шайманов деген ағамызды атап өттік қой жаңа. Сол кісінің Ташкент қаласында туристік фирмалармен байланысы бар екен. Сол кісі солармен байланысып, Ташкент шаһарындағы біздің қонақ үйге орналасуымызды, көлікпен қамтамасыз етуін сол жағы өте бір ыңғайлы болып кетті. Сол жағын айтуымыз керек. Жалпы барған сапарымыз сәтті болды. Конкурсқа жалпы көп жерден, көп елден адамдар, өнерлі жастар қатысқан екен, қатысуға келді. Тәжікстан, Россияның Красноярск қаласынан, Қырғызстаннан, Шымкент қаласынан, біздің Қазақстаннан, Ақтөбе қаласынан да жастар жағы көп келді. Көп жанрлы байқау болды. Сағат 6 таңғалықтан бастап, кешкі 6-ға дейін сол әр номинация бойынша өнерлерін көрсетті. Соның ішінде бізде өзіміздің өнерімізді көрсетіп, ансамбль Ескендір Қасанғалиевтің «Айналдым елім» деген әнін орындап, бас жүлде ие болдық. Тамаша, жүлделеріңіз тағы да құтты болсын. Мына отырғаннан медаль, сол берілген Гүлжан апай, енді медаліңіз құтты болсын сізге. Барлықтарына медаль табыстылар. Тамаша. Енді сіздің өзіңіздің бір ерекше бір қызық сәт болды ма осы бір Ташкент сапарынан бір есте қалған? Енді ерекше сәт әрине болды. Біздің енді біздің байқауға қатысуымыз бізге ерекше әсер етті, осындай үлкен халықаралық дәрежедегі байқауға. Сосын Ташкентте біздер Ташкенттің көрнекті жерлерін бізді аралатты, саяхат жасатып, соның ішінде біз Төле би бабамызға барып зиярат еттік. Сол біздің ең бірінші Алла тағала, сосын ата бабаларымыз қолдаған шығар, сол байқауда біз гран-при бас жүлдеге ие болдық. Өте тамаша, көрікті жер екен Ташкент. Сондай халқы да жақсы бізге. Сондай жылы қабылдады. Болашақта тағы да бір басқа елдер хабарласып жатса, міндетті түрде баруға дайынсыз ғой? Әрине, бірінші Қараөз апамыз аман болсын. Тамаша. Өте керемет. Енді шынымен де қазіргі таңда өздеріңіз секілді аузы дуалы ақсақалдарды, ақжаулықты аналарды көрген кезде біз жас толқын міндетті түрде қуанып қаламыз, және сіздердің айтқан әрбір сөздеріңіз біз үшін үлкен мектеп, сіздердің әрбір айтқан әндеріңізден де, сөздеріңізден де тәлім тәрбие алып жатамыз. Енді жаңа Кенжебай атамыз айтып қолы жатыр, ағамыз Атамекен Ескендір Қасанғалиев ағамыздың әнін шырқадық деп. Енді репертуар осындай әндермен толы ғой, иә? Қазақтың ең көрнекті деген композиторларынан, қазақтың есті әндерінен. Шәмшінің, Қалдаяқов, Нұрғысат Дендиев, Әбілхат Есбаев, бар ғой бізде шүкір ғой енді сол қазақ кеңес сазгерлердің әндері бізде бар. Енді дайындық қалай жүреді? Осыны айтып өтсеңіздер, репетиция деп айтып жатырмыз ғой. Мезгілінде аптасына 4 рет жасаймыз. Бірақ кей күндері былай концерттер әзір болмайтын болса, 3 ретке енді үлкен кісілерді шаршата бермеуім керек. Сондықтан да сол 3 мезгіл жасалынады. Түстен кейінгі уақытта әбден демалып, шайланып келсін деп. Ынталары жоғары, мен кей кездерде шақырмай бұл кісілерге демалыс беріп қойып жатсам, біз қашан барамыз репетицияға деп мені асықтырады бұл кісілер. Сонда енді соның арқасы деп ойлаймын, ағаларымызда да, қыздарда да жаңа шабыт күшті. Сосын жаңа ән, әрбір концерт сайын біз жаңа репертуар шығарып отырамыз. Бір ескі демейміз ғой, енді байырғы, бұрынғы өтіп кеткен композиторлардың бұрынғы айтылмай жүрген халық әндерін орындауға тырысамыз. Соларды шығарамыз. Сонымен қатар бізде ақын ағамыз бар. Серікбай Қайдасов деген Байғанин. Сол ағамыз өлең шығарады. Соның өлеңіне қарай, соның шығарған өлең жолдарына қарай біздер кей уақыттарда әндерді соғанда талдаймыз. Ағамыз концертіміздің
біздің әрбір концертіміздің жаңа көркін келтіріп, әрбір концерт сайын, мысалы бүгін Шәмші Қалдаяққа арналған концерт болады, не Нұрғисаға арналған десең, сол композиторларға арнап өз жадынан республикалық журналистер одағының мүшесі ғой, өлең жолдарын шығарып береді. Сондай, енді концертіміз әртүрлі жанрда өтеді. Қойылым да бар, онда ән де бар, қарабой да бар, былай қарағанда жеке дауыс та бар. Енді айыпқа бұйырмасаңыздар, өздеріңізді бірдеңе түсірсақ, қонаққа да түсірсақ рұқсат болса. Енді таңғы дауыс қиындау болады, дегенмен енді Шәмші ағамыз қазақтың әрбір дастарханында, тойында айтылатын әндері ғой Шәмші ағамыздың. Соның енді әнім сендердің деген әннің бір шумағын айтып көрейік. Дауысымыз келсе. Құрбым жан құрбым, бала кезімнен бақыт көру үшін қара көзіңнен кеттің ұмытып, мүлде ұмыттың, жемін өзің ғой, нәзік үміттің, кеттің ұмытып, мүлде ұмыттың, жемін өзің ғой, нәзік үміттің. Ой, шіркін, ай, маша. Үлкен алғысымызды білдіреміз. Кенжебай ағамыздың дауысы өте бір ерекше екен. Ол кісі деген оперный әндерге жақын. Оперный әндерді айтады. Біржан Салдың әндері бар, біздің жалпы Ильяс Жақановтың әндері бар. Жалпы ән көп қой, қазақтың әні көп, айтылады ғой енді. Енді желтоқсан айында есеп беру концертіміз болады. Желтоқсан айында, иә, дұрыс айтасыз. Желтоқсан айының 10 күні біздің биылғы жылдың 25 жылдың қорытынды есеп беру концерт болады. Жұртшылықты соған шақырамыз. Соған келсе дейміз. Және сазды мәдениет үйінде мен екінші жұмысым бар. Соған байланысты Абайдың жылдарына арналған, Тұманбай Молдағалиевтің ақындығына арналған байқауы болады. Соған мектеп оқушыларын және осындай біздің жасымыздағы адамдарды да шақыратындығымды айтайын. Апам пысық екен, не кәдімгі. Енді жалпы сіздердің құрамға бізді көріп отырған телекөрермендердің арасында мен де бір осыған қатысып көрейінші. Мен де бір бағым сынап, осы кісілердің қатарында болсам екен дейтін кісілер болса, оған қалай арнайы аласыздар ма? Біздер, арнайы мына кісілердің барлығы іріктеуден өткен кісілер, сондықтан біз іріктеп дауысына қарай, сахналық мәдениетіне қарай деген сияқты талдап аламыз. Біз ер адамдарды шақырамыз, ағаларды. Әдемі сопрано дауыс дейді ғой, бірінші дауыс негізгі мелодияны айтатын жоғарғы дауыстағы әйел адамдарды іздеп жүргенім рас. Егер келем деушілер болса, мен қабылдаймын. Қашанда есігі ашық дейсіз ғой? Киімдері 50, 52, 54. Есте сақтап алыңыздар, 50, 52, 54-ші размер киетін. Бізде киім жекет, мәдениет сарайына рахмет, киіммен қамтамасыз етті, әкімшілікке рахмет, біздерге киімдер жасап берді. Сіздерге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Кенжебай аға, Гүлжан ханым және де Қарагөз ханым үлкен алғысымызды айтамыз. Қашанда осындай тек сахнаның төрінен түспеңіздер. Бұл Ташкент сапары басы болсын, Құдай қаласа, одан да алыс жерлерге осы бір Қазақстанның атынан, Ақтөбенің атынан шығуларыңызға тілектеспіз. Аман сау жүріңіздер. Мен рахмет, көп. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Көп рахмет.